Учаски 4-ге арналған бірінші сабағымыз тақырыбы баба. Баба, әке. Хауцы өте пайдалы болған сөз тіркестерінен бастаймыз. Бірінші сөз қой-у. Қой-у мағынасы ірі денелі. Қой-у ірі денелі. Екінші сөз цу-гуаң. Мағынасы батыр бейнелі деген. Енді бір ірі адамдар болады ғой, батыр бейнелі сондайды. Цу-гуаң. Үшінші сөзіміз зheng-zhi. Зhі деген түзу, зheng-zhi деген турашыл, адал. Төртінші сөзіміз йоу-мо. Әзіл қой. Енді ол кісінің дене бітімін бейнелейтін, денесі үлкен десек, гауда, вэй-у. Гау деген биік, да деген үлкен. Гауда, вэй-у биік әрі айбарлы. Шың, со, жу, ли. Шың деген дауыс, со деген түрі, жу, ли. Шың, со, жу, ли. Дауысы да, өңі де қатал. Енді біздің әкемізге қатысты мәтініміздің ең соңғы сөз тіркесіміз ху, бэй, шоң, яу. Ху, лау-ху дегендегі ху, бэй деген жота, шоң, шыңмау дегендегі шоң, аю дегендегі шоң, яу деген бел. Лау-худың жотасы аюдың белі дейді. Лау-ху дегеніміз, лау-ху, it means tiger. Жолбарысы, бэй, жота, шоң, аю, яу, бел. Енді кең, иықты, жуан, белді, енді сонандай бір ірі денелі деген сөз тіркес. 爸爸身材魁梧，看起来十分健壮。 Әкем дене бітімі ірі, сырт көзге өте мықты көрінеді. 他额头上刻着几道浅浅的弧形皱纹. Ол кісінің маңдайында таяз бірнеше жол, мынандай бір жол, екі жол, сондай иректелген әжімдері бар. 双眼大而明亮，炯炯有神的眼睛里透着正直与刚毅的光. Екі көзі үлкен әрі жарық, жон йошын деген нұрланып тұрған көздерінің ішінде турашыл мен гаң-и, туралықпен және не тұрады дейді, оның жанары адалдық пен қайсарлық, гаң-и, қайсарлықтың нұры шашып тұрады дейді, әкемнің дейді. 父亲的爱是深沉的. Әкенің махаббаты ол терең. 父亲的爱是深沉的. 它就像一杯浓茶. Ол кәдімгі бір қою шығарылған шай сияқты. 出场时是苦的. Алғаш дәмін татқан кезде ащы. 细细品味却能感受到丝丝清甜. Ал енді асықпай дәмін татсаң, әкеңнің махаббаты қандай дейді? Әкеңнің махаббатынан өте дәмді дейді. Ішінен тәттілікті сезесің дейді. 小时候，爸爸总喜欢用他的胡子逗我玩. Кішкентай кезімде әкем мені сақалымен жиі ойнататын. 有时抓着我肉乎乎的小手，探探他的下巴. кей кезде мен томпақ, 肉乎乎деген томпақ, кішкентай қолдарымен оның иегін бүйтіп сипайтынмын дейді. 有时 sometimes кей кезде 俯下身子, 俯деген еңкею, 俯下身子 денесін еңкейтіп, 用他那满是胡子的下巴, сақал иегімен 拱我的小肚皮, менің қарнымды үйкейтін. 每当这时 осы кезде 我都会被逗得
끄끄 直笑 ой 쓰ген кезде мен үнемі шиқылдап күлетінмін. Бүгінгі мәтініміз әке туралы. Сіздің әкеңіз сізді қалай жақсы көріп, қалай еркелеткенін жазып кетіңіз.